Жарық жұлдыз болуға тырысамын. Бап, беті легенда. Мен сізді қатты жақсы көремін. Сізді өте қатты жақсы көремін. Қайреке, әр адам алдымен Алланың жаратылысы десек, оның маңдайға жазылған тағдыры бары хақ. Сол жазуда сенің миссияң халқыңа қызмет ету деп таңбаланыпты. Ал біз оны құрметпен қабылдадық. Сен шырқайтын әуен ел жүрегіне кептеліссіз бірден жетеді. Себебі сендегі жүрекке әлем сыйып кетердей кең. Ел алдында жүрген азамат болғандықтан халқыңның батасына бөліне бер. Ал балаларың өзіңе қарап бой түзейтінін, жадыңнан ешқашан шығармайтыныңды біледі. Берекең, ырысың мен несібең еселеніп, тау тұлға болуыңа тілектеспін. Жұлдызың жарқырай берсін. Балам, өнер жолындағы сансыз бірге өттік қой. Саған ешкім сенбеген сәттерде мен әрдайым саған сендім. Сенен үміт үзбедім. Есіңде ме? Көресің әлі мама, мен бәріне дәлелдеймін деген. Я сен барлығын мойындаттың. Бірақ мен үшін сен ешқашан дәлелдеуді қажет етпедің. Мен үшін сен биіксің, жоғарысың, ең үздіксің, балам. Папа, мега-концерт құтты болсын! Құдай қаласа, эстрада жұлдызы болады деген ойдамын. Сен кімге тапсырып әнші болғансың? Менің әкем әнді өте жақсы айтады. Сол әкеме тартып әнші болдым. Папам мектепте жүргенде жарыстарда ылғи бірінші орын алатын. Шарықтап кетсем дағы Неге махаббат туралы әндерді жақсы көресің? Сен әлі кішкентайсың ғой. Мен кішкентай емеспін, мен 13-тен астым. Бұрында 13-ке толғандар ел басқарған. Мен махаббат жайлы жақсы, өйткені маған ол ұнайды. Üzdük әні, ауырмайды жүрек, қайрат, нұртас! В номинации «Лучший артист года Казахстана» побеждает Кайрат Нуртас. Итак, друзья, лучший